Қиярдың құрамында күндік қажеттіліктерден болған көптеген витаминдер бар. Бұлар В1, В2, В3, В5, В6, С витаминдері, фолий қышқылы, кальций, темір, магний, фосфор, калий және мырыш. Қияр әр дастарханның сәнін келтіретін көкөніс. Қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелгі заманнан мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады. Косметика саласында да үлкен орын алады. Қияр көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Сонымен қатар, қиярды табиғи күйінде немесе тұздап тағамдарға пайдаланады. Достар, біздің еңбегімізді ескеру мақсатында тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Және жаңа шыққан видеоны алу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдын ала рахмет айтамыз. Қиярдың пайдалары: ағзадағы улы, керексіз заттарды шығарады. Артық салмақтан арылуға көмектеседі, өйткені оның құрамында ағзадағы көмірсуларды майға айналдыруға жол бермейтін тартронды қышқыл бар. Шаршағанды басады. Шаршағаныңызды тез арада басу үшін бір қияр жеу кофеден, шайдан немесе сусыннан жақсырақ. Көптеген аурулардың алдын алады. Қияр қатерлі ісік дертінің пайда болу қаупін төмендетеді. Сонымен қатар, қанның құрамындағы холестерин деңгейі мен қан қысымының бірқалыпты болуын реттейді. Қияр шырыны ұйқы безінің инсулин бөліп отыруына көмектесетін гормоннан тұрады. Сондықтан да бұл көкөніс сусамыр мен диабетик қиналатындар үшін таптырмас дәрумен. Ауыздағы жаман иісті кетіруге болады. Ол үшін бір тілімі таңдайдың арасына 30 секундқа қойылады. Бас ауруынан құтылуға болады. Ол үшін бірнеше тілім желінеді. Шиеленіс пен қалжырағандықты кетіруге болады. Ол үшін қайнаған судың ішіне бір қиярды жіңішке тілімдермен кесіп салып бөлмеге қойылады. Аяқ киім кремі бітіп қалса, аяқ киімді кесілген қиярмен сүртуге болады. Шұңғылша, раковина мен айналарды тазалау үшін бір тілімен ысқылауға болады. Құрт құмырсқаға қарсы бірнеше тілімді алюминді табаққа немесе қабыршық қағаз немесе топыраққа қою керек. Қиярды кімдер жеу керек? Оның құрамы үйлесімді және құрамында ағзаға қажетті жасұнық болғандықтан барлық адамға жеу ұсынылады. Бірақ әсіресе ол мына адамдар тобына пайдалы: қалқанша безі ауруы бар адамдар, ісікке бейімді адамдар, жүрек қан тамырлар аурулары бар адамдар, семіздікке бейімді адамдар. Тұздалған және маринадталған қияр пайдалы ма? Егер тұздалған және маринадталған қиярды мөлшермен жесе, оның зияны жоқ. Алайда мұндай өнімде тұз, дәмдеуіш және қышқыл өте көп болғандықтан ішектер ауруы бар адамдарға жеу ұсынылмайды. Дүкеннің маринадталған қиярының құрамын сыртына қарап нақты білу мүмкін емес. Сондықтан оны өзіңіз үйден дайындаған жөн. Қарапайым қиярды барлық адамға жеуге бола ма? Қиярды асқазанында жоғары қышқылдылығы бар асқазан және 12 елі ішек жарасы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Кей адамдарда қиярға аллергия болады. Егер қияр жеген соң жөтелу, түшкіру, теріге бөртпе шығу секілді белгілерді байқасаңыз, ол аллергия болуы әбден мүмкін. Қиярды қалай таңдау керек? Қатты әрі орташа қиярға мән беріңіз. Қиярдың құйрығына қараңыз, ол серпінді болу керек. Егер қиярдың түк дәні болмаса, онда көптеген зиянды заттар бар болуы мүмкін. Сары дақтарда нитраттың көп мөлшерін білдіреді. Химикаттардың көп мөлшері қиярдың қабығына және екі ұшына жиналады. Сондықтан оның қабығын ашып, екі ұшын кесіп тастаған жөн. Әрине, егер қиярды бақшада өзіңіз өсірсеңіз, онда қабығымен жеген пайдалырақ. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.